Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен лаваштан бөрек әзірлейміз. Бар болғаны 5 минутта алатын керемет таңғы ас. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар лаваш және моцарелла ірімшігі, яғни сыр. Алдымен лавашымызды кесіп аламыз. 4 бұрышты формадағы лаваш, соны 4 бөлікке бөлемін. Моцарелла сырымызды осы видеодағыдай етіп турап аламыз. Енді лавашымыздың шетінен бастап моцарелланы қойып, жіңішке етіп ораймыз. Бұл жерде бір лайфхак, шетіне кішкене осылай сулап қолымызбен жапсақ, ашылмай өте жақсы болып піседі. Осындай болып шықты. Енді тапамызға кішкене ғана май құйып, бөректерімізді екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Өте тез қуырылады. Міне біздің бөректеріміз осылай оп-оңай дайын болды. Бар болғаны 5-ақ минутта дайын болады. Сонымен қоса екі ғана ингредиенттен тұратын өте дәмді таңғы ас. Бұл асты ыстықтай берген кезде сыртындағы лавашы қытырлап, ішінде сыры еріп, өте керемет болып тұрады. Міндетті түрде жасаңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.